2024 жылы барлық нәрсе в шоколаде деп трендте болды. Бұл жолы 2025 жылды осы сметанник в шоколаде дегенді тренд қылсақ. Жасалу өте оңай, әрі чизкейкке ұқсайтын өте дәмді болып шығады. Ұнға қопсытқышты салып араластырамыз, оның үстінен бөлме температурасындағы сары майды салып, крошка жасап аламыз. Оның үстінен бір жұмыртқа, 2 ас қасық шекерді салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қамырды 20 минутқа холодильникке пакетке салып қоямыз. 20%-дан жоғары қаймақтың үстіне шекер, жұмыртқа, кукурузный крахмалды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып дайындап аламыз. Қамырды формаға орналастырып, үстінен салмасын қойып 180 градус қызып тұрған пеште 35 минутқа пісуге жібереміз. Сметанник піскеннен кейін толықтай бірінші бөлме температурасында суытып алып, үстінен өздеріңізге ұнайтын кез келген шоколадты ертіп салып, осылай дайындап аламыз. Жан-жағына осылай әсемдеп қойсаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі чизкейкке ұқсайтын, арасы толықтай пісіп шығады.